Бірі бөлім. Ертең менің ақ некелі жарым боласың деген Сұлтан Дарияның қолын қысып сүйді. Иә, Алла қаласа деп күлімсіреді қыз. Менімен бақытты өмір сүруге дайынсың ба? Дайынмын. Екі жас бір-бірін қимай ұзақ тұрды. Ертең ұзату тойы. Одан кейін беташар неке тойы, тағысын тағы. Қоштасып үйіне кірген Дарияның алдынан анасы шықты. Қызым, бермен келші, біраз отырып әңгіме қылайық. О, не мам? Не болды? Шаршадыңыз ба? Неге шаршаймын қызым? Жалғыз мен емес, той деген көпшілікпен өтеді ғой. Ертеңгі тойға бәрі дайын Құдай қаласа. Абыроймен өткізіп алсақ болды. Менің айтпағым басқа. Айта беріңіз, мам. Тыныштық па деп Дария іркіліп қалды. Анасының жүзінен жабырқау күйді көрді. Қызым, шынымен тұрмыс құруға дайынсың ба? Күйеу баланы өзің таңдадың. Өміріңнің соңына дейін бірге болуға көзің жетеді ме? Білесің, осы уақытқа дейін қаншама кісі құда болуға ниеттеніп келді. Бірақ ұнатқаным бар деп бәрінің бетін қайтардың. Ертеңгі күні жаңылдым деп жыламайсың ба? Жоқ мама, менің көзім анық жетеді. Тек Сұлтанмен ғана бақытты бола аламын. Анасы қандай кісі екен? Бір рет отырып сөйлесіпсіңдер ғой. Неге үндемейсің? Жақсы кісі. Мейірімді, ақ көңіл, күлімдеп тұрған кісі екен деп Дария өтірік сөйлегенін жасырғысы келіп орнынан тұрып терезеге қарады. Тап бір артынан анасы келіп шыныңды айт деп тергейтіндей ернін тістелеп не айтсам екен деп ойланып тұр. Анасы бірдеңені сезгендей үнсіз қызының басынан сипады да. Мейлі қызым, барған жеріңде бағың ашылсын. Кенжетайымыз болған соң әкеңде, мен де өзіңді ерекше көреміз білесің деп орнынан тұрып өз жөніне кетті. Ананың жүрегі қашанда басы дем соғады емес пе? Бәрібір жүрек түбінде бір күдік қалғандай. Ал Дария өтірікті айтарын айтып алып, енді ойланып отыр. Өткен жолы Сұлтан анасымен таныстырған. Жалғыз қарындасы да келді. Кафеде отырып төртеуі тамақтанды. Сұлтан сыртқа кеткенде анасы Дарияны тергеп үлгерген болатын. Әр сұрағына байыппен жауап берсе де, Әлима апа мұрнын шүйіріп болашақ келінін менсінбей. Құдай-ау, осындай қара қыз өзіміздің ауылда да топырлап жүр ғой. Білмеймін, саған жармасты да қалды ғой балам байғұс. 2 бөлім. Шәйін сораптап мысқылдап қойып, қызымен емен жарқын сөйлесіп отыр. Дария көзіне іркіліп келіп қалған жасты білдірмей сүртті де, тамағына тығылған ащы өксікті жасырғысы келіп сусыннан тоқтамай ұрттай берді. Аздан соң Сұлтан келіп, барлығы орындарынан тұрды. Мам, сіздер бара беріңіздер. Такси шақырып қойдым. Мен Дарияны үйіне апарып салайын. Немене, өзі бара алмай ма? Көшеде не көп такси көп. Мінсін де кете берсін деді Әлима апа. Түй мам, ұят емес пе қыздан? Екеуміз кете берейік те деді қызы жадыра. Бізді апарып сал бірінші. Сосын барасың қалаған жағыңа. Ойпырмай алмай жатып, не кіріп өліп өшіп барасың. Дария қазір такси шақырайын деді ыңғайсызданып қалған Сұлтан. Қажеті жоқ, өзім бара беремін ғой деп Дария тез-тез басып жүріп кетті. Үшеуі көлікке отырып үйлеріне қайтты. Осы күнді есіне алып Дария терезенің жақтауын сүйеніп ұзақ тұрды. Шынымен де ертең келін болып барғанымда қалай қарсы алар екен? Неге мені жақтырмады екен? Артық қылығым жоқ. Оқуымды аяқтадым. Мүмкін келін болып барған соң жағдайын жасап отырсам ұнатып кетер. Қарындасымен Сұлтан жақсы көреді ғой бастысы. Осылайша көңілін алдаусыратып Дария сыртқа шықты. Түнгі таза ауаны қармап жұтты да кереуетке жайғасты. Шаршағаны енді шығып жатыр. Бір жетіден бері тойдың қамы, артынан апаратын жүгімен киім-кешегін алам деп базарлаудан шаршаған. Оның үстіне ұзату тойдың көйлегі мен неке тойдың көйлегін іздеп ұзақ жүрген. Көзі ілініп барады. Ұзату тойы дүркіреп өтті. Кенже қызының тойы болғандықтан ештеңені аямады. Артынан апаратын жүгімен тірлігінде елде жоқ қылып дайындады. Бірақ бәрібір Әлима апаға ұнамады. Келінді үйіне алып келді. Беташар тойы мен үлкен неке тойында жақсы өткізді. Бай байға, сай сайға құяды деген рас екен ау. Бір-бірінен қалыспайын дегендей екі жақта киіттердің тазасынан берді. Алтынның қомақтысынан сыйлады. Дүркіреген тойлар ел аузында қалды. Тойдың болғаннан болатысы қызық деп, тойдың өткеніне бір жеті өтті.
Алғашқы күннен бастап Дария үйге сіңісіп кетейін деп жатпай тұрмай үй тірлігін істеп жүр. Арасында тәтті пісіріп те көңілдерін аулайды. 3 бөлім. Қайынсіңлісі екеуі сырласып күліп ойнап жүреді. Бұл үйде шекесі жазылмайтын тек енесі Әлима апа ғана. Әрбір істе мін іздеп сөйлеп қалады. Ондайды көңіліне алмайын деген Дария кешіріңіз деп басынан жасайды. Ойпырмай деп енесі ештеңе айта алмай үнсіз қалады. Сын мен мінге мән бермей күндер өтіп жатты. Алғашында бәрі жақсы еді. Дария мен Сұлтан жас жұбайлар болып қонақтыққа да қол ұстасып барып жүрді. Жұрттар қызыға қарап тамсанатын. Әсіресе көрші әжей. Анда-санда көршісінің үйіне келіннің шайын ішейін деп келіп тұратын. Сол кісі келсе, неге екені белгісіз Әлима апа кірпідей жиырылады да қалады. Есесіне Дария ол кісіні құрақ ұша қарсы алады. Шай қойып қолына су құйып асты үстіне түсіп бәйек болады. Енесі сонысын жақтырмайды. Айдаладағы біреуге құрақ ұшып қызмет қылғаны ма, әлде олар келінін мақтап қоятын болды деп қыл айналмайтын іші тарылады ма, әйтеуір қызғаныштың қызыл иті ішін тырнап, қабағы қатайып тырысып қалады. Жалпы бұл кісі ғана емес, үйге келген барлық қонақты Дария осылай қарсы алады. Сол үшін де шығар бүкіл ауылдың іші жылып, Әлима кемпірге жақсы келін бұйырды, бізге де нәсіп етсін деп үміттеніп қояды. Бүгінде таяғына сүйеніп көрші әжей көкірегі сыр-сыр етіп үйдің текпешегінен жоғары көтеріліп келеді екен. Есіктің алдын сыпыруға шыққан Дария әжейді көріп дереу сәлемін салып, қолтығынан демеп үйге кіргізді. Өркенің өссін шырағым, бақытты бол айналайын деп кемпір риза болып қалды. Енең үйде ме? Базарлап кетіп еді әже, үйге кіріп отыра беріңіз, қазір келіп қалады. Кеткеніне көп болды. Мен шай қойып деп айтып ауыз жимай есік алдына Сұлтанның көлігі келіп тоқтады. Әне келді деп жас келін дереу барып базарлық пен азық-түліктерді енесінің қолынан алды. Үйге көрші әжей келіп еді. Ой, сорлы кемпір. Біздің үйден басқа баратын жері жоқ осының ақ. Әй келін, тыңда. Мына тәттілердің бәрін апарма. Тоңазытқышқа сал. Шай берсең болды. Асқазаны шырылдап келді дейсің бе, өсек іздеп келді деп енесі көлік алдында тұрып біраз әңгіменің басын қайырып тастады. 4 бөлім. Енесінің мінезін 2 айда жатқа біліп алған Дария үнсіз асханаға кетті. Қанша қорыққанымен келген әжейді сыйлап базарлықтан аздап ыдыстарға салып әкелді. Батасын беріп әжей ыстық шайден ұрттап терлеп тепшіп отыр. Анда-санда қол орамалымен шекеден шығып жүзін жуған терді сүртіп қояды. Оны жақтырмай отырған Әлима апа келіннің қолындағы тәттілерді көріп алара бір қарады да, амалсыз дастарханға орын дайындады. Тәтті шайдың буымен 1-2 сағат отырған кемпір оны мұны сөз етіп, аяғында Әлима орнынан тұрып кеткен соң үйіне қайтуға жиналды. Тамақ дайын боп қалды ғой деп Әлима апа өтірік болса да айтып қойды. Рахмет Әлимаш, үйге барайын. Ана балдарға малға қараңдар деп едім, ұмытып кетпеді ме екен байқайын. Келінде жұмыстан келетін уақыт боп қалды деді даусы қырылдап көкірегі сыр-сыр етіп. Жақсы онда апа, келіп тұрыңыз деді мұрнын тыжырайтып. Келем ғой, ие. Осыны айтып үйдің текпешегінен түсіп тағы да артына бұрылып, 2 бүйірін таянып қарап тұрған Әлимаға. Әй Әлимаш, келінің нағыз келін. Көз тимесін. Алды артын ойлайтын әйел. Құдағиың жақсы боп тұр ғой деп бас бармағын көрсетті. Ие. Деп Әлима апа жақтырмаған даусымен білдірді де үйіне кіріп кетті. Кіре салып. Әй Дария. Бері кел деді айқайлап. Онсыз да осындай боларын сезіп тұрған келіні асханадан жүгіріп шықты. Сен қашаннан бері менің айтқанымды тыңдамайтын болғансың. Өз білерменсің бе? Оны өз төркініңде қалдыр айналайын. Бұл үйде менің айтқан дегенім деген. Ұқтың ба? Мен саған ана тәттілерді әкелме дегем. Сонда да әжейден ұялып немене бет моншағың үзіліп қалды ма? Мен саған қашанға айтам үйге біреу келсе өтірік олай жағымпазданба деп. Әлде әдемі келін болып көрінгің келе ме сыртқа? Жинастыр ондайыңды. Мен дей беріп енесіне көзінің астымен қарады да бет жүзін көріп қорқып кетті. Ашумен 2 иығымен дем алып, беті көгеріп тұр екен. Үнсіз ғана асханасына қайта кетті. Келін болып келгелі енесінен алғашқы естіген ұрысы еріксіз көзіне жас әкелді. 5 бөлім. Кешкісін Сұлтан жұмыстан ерте келді.
Бастық демалысқа шығып еді, бәріміз ерте қайттық деп түсіндірді. Соның өзінде сенбеген анасы жұмыстан ерте келгенін келіннен көрді. Қатыныңа бір-екі ауыз сөйлеп едім, жетіп келіпсің ғой. Звондап шағымын жеткізді ме? Жоға, ол хабарласқан жоқ. Айттым ғой мама. Иә, айттың. Оныңа кім сенеді? Ертең көреміз маған сөйлегеніңді. Түнімен молдаң оқып маған қарсы айдайды. Мама, адалдықпен кешкі асымызды ішіп алайық, сосын айтасыз, жарай ма? Шаршап келдім деп Сұлтан ашуланып қалды. Анасы сөйлеуін қояр емес. Үнсіз тыңдап біраз отырды. Ақыры соңында ашуын кімнен аларын білмеген ол, асханадан кесемен тамақ алып келе жатқан Дарияны көрді де. Бүгін тамақ ішеміз ба жоқ па? Атауымызды ішейік те тезірек берсей деп айқайлады. Сені ерте келетініңді білмей қалдым. Сонда мен кеш келсем мамам мені күтіп отыра бере ме, аштан аш. Ерте жасай бермейсің бе? Не боп кетті? Неге айқайлап кеттіңіздер? Міне дайын ғой, әкеле жатырмыз деп қарындасы жеңгесінің артынан асханадан шықты. Көңілсіз кешкі ас ішіліп, дастарханға бата қайырылды. Бөлмесіне кіріп бара жатып Сұлтан: Дария, тез ыдысыңды жу да дайындал. Бүгін Ермектің сыныптасы туған күні шақырып жатыр деді. Қазір ағам тағы айқайлап кетеді, мен жуа салам жеңге, барып дайындала беріңіз деді қайын сіңлісі. Жарайды, рахмет ерке қыз деп күлімсіріп бөлмесіне кіріп кетті. Бағанадан бері бақылап отырған Әлима апа қызының жанына жетіп барды. Сенің неменеге емешегің езілетте тұрады осыған? Жусын өзі. Міндеті. Сен қызсың, қазір өз еркіңмен жүріп тұратын уақытың. Бекерге ыдыс жуып, үй жинап, тамақ істеп уақытыңды өткізесің бе? Ертең келін болғанда істеп қарық қыласың. Шешеңнің үйінде жат рахаттанып деді ұрсып. Түл мама, онда тұрған не бар? Үйренгенім өзіме жақсы емес пе? Оның үстіне көмектессем алдымнан шығады. Келін болсам менің де қайын сіңлілерім көмектесетін шығар. Оттапсың, сорлы қыз. Жақсылық жақпайды бұларға деп ашулы күйде орнына барып қайта жайғасты. 6 бөлім. Сұлтан мен Дария туған күнге шықты. Әдемі қызыл көйлегін киіп, басына ақ орамал тағыпты. Өзіне жарасымды боянған. Дария өте сұлу болмаса да күлімдеп тұратын жанарымен сүйкімді көрінеді. Боянса қаратыры жас келіншек ажарланып шыға келеді. Бүгінде көздері нұрланып, Сұлтанның жанында күлімдеп тұр. Байға тимеген қыз ұқсап сыланып алыпсың ғой. Оның не қажет бар енді, тиетін күйеуіне тиіп алған соң? Әлде сырт көзге әдемі көрінгісі келеме, сөзінің соңын естілер естімес сыбырмен айтты. Оныңыз артық енді мама. Киінсе, боянса жанында күйеуі бар емес пе? Әдемі боп жүргеннің несі жаман? Қойыңшы осындайыңызды деді де жеңгесіне қарап көзін қысып, бас бармағын көрсетті. Сырт көзге деп сонда кім үшін бояну керек мама? Деді Сұлтан қабағы түйіліп. Алғаш рет арам ой келді миына. Әй барыңдаршы. Кешігесіңдер енді деп өтірік күле салған Әлима апа бөлмесіне кетті. Туған күн көңілді өтіп жатыр. Сұлтанның сыныптас достары жаңадан ортаға қосылған Дарияға күлімдеп қалжыңдасып отыр. Онсыз да келгенше миына улы ой құйылған Сұлтан достарының онысын жақтыра қоймады. Тіпті туған күннің бел ортасында ертеңгі жұмысты сылтауратып қайтуға ыңғайланды. Өздерің кешігіп келдіңдер. Кетеміз дегенің қалай? Келіншегіңді қызғанып кеттің бе деп күлді бір жолдасы. Жоға, ол не дегенің? Ертең жұмысқа ерте бару керек еді. Шаршадым, ерте демалайын дегенмін. Бойдақ кезіңде таңға дейін шаршамаяқ ертеңіне жұмысыңа бара беруші едің ғой, әй қайдам деп екінші біреу сөзбен түйреп өтті. Күліп құтылған Сұлтан ештеңе дей алмай орнына қайта жайғасты. Біраз шайтан судан сілтеген соң Сұлтанның қабағы жазыла бастады. Бидің де түбін түсіріп, ерте қайтамыз дегені жайына қалды да, жұрт соңында тәлтіректеп үйден әрең шықты. Дария қолтығынан сүйіп көлікке отырғызды. Өзі айдай алмайтын болғандықтан ішімдік ішпеген жолдас баласы айдап келді. Көлікті үйге кіргізіп, Сұлтанды сүйемелдеп Дарияға көмектесті. Даланың тысырынан оянған енесі жарықты жағып алдарынан шықты. Бірдеңе деп тиісуге оқталған ол жолдас баласын көріп іркіліп қалды да, өтірік күлімсіреп. Келіп қалдыңдар ма? Туған күн жақсы өтті ме? Деді. Жайғас. 7 бөлім.
Сұлтан аздап масайып қалып еді деді, келіні тап бір өзі ішкен адамдай қорыққанынан төмен қарап. Еркек болған соң ішеді. Онда тұрған не бар? Апа, қалыңыз қалай? Айып етпеңіз, түнделетіп мазаңызды алдық. Сұлтан кішкене артығымен сілтеп қойып, көліктімен айдап келдім. Дария міне кілттеп кілтті берді де қақпадан шығып кетті. Сорлы балам-ай. Өлгенше ішіп көлігі қайда, қатыны қайда, шаруасы жоқ деп сөзбен түйреп үйге кіріп кетті. Таңертең көзі ісіп, басы ауырып тұрған Сұлтан жұмысқа құлықсыз кетті. Күні бойы мен-зең басы ауырып кешке дейін әрең шыдады. Үйіне келді де ыстық сорпа ішіп, шай ішіп бойына дарыған соң барып жаны жай тапты. Кешкі астан соң Дария екеуі бөлмесінде әңгімелесіп отырды. Кеше көп ішіп қойдым-ау. Кетеміз деп отыр едің. Бір қарасам мүлде масайып қалыпсың ғой. Кіммен биледің деп сұрақты төтеден қойып қалды. Мен билеген жоқпын. Өтірік айтпа деді Сұлтан күліп. Рас айтам, сен мүлде билеген жоқпын. Сенің тіпті үйден шығарда ұнатпай, қызғанышпен шыққаныңды көзіңнен ұқтым. Қойша, қызғанғаны нес? Жолдас балдар естімесін мынаны. Мазақ етеді. Онсыз да кеше біраз әңгіме айтты. Онда тұрған не бар? Маған қызғанғаның ұнайды деп еркелеп құшағына тығылды. Қызғанып немене, біреу бірдеңе деді ме саған? Жай айтқаным ғой, неге дереу ашуланып шығасың осы, деді Дария бұртиып. Тыныш жүрсен, деді қабағы қатуланып. Осы кезде есі қағылды да, арғы жақтан қарындасы. Сұлтан, мама шақырып жатыр деді. Бара жатырмын деді де, Дарияға қарап. Сен де жүр, мама ерте ұйықтап қалды деп ойламасын сені. Жалпы мама бөлмесіне ұйықтауға кеткенде келесің бөлмеге, деді де есікке беттеді. Кіре беріс бөлмеде теледидар қарап отырған анасы Сұлтанды жанына шақырды. Кеше өлесі үйіп ішкенің не сен баланың? Не машинаңа, не қатыныңа ие болмай? Ие болмағаны нес? Бағлан әкеліп тастады ғой. Жақсы болыпты. Есіңде дым жоқ, кім әкелгенін қайдан білесің? Ой мама, неге білмейм? Мені бір алқаш көрдіңіз ғой. Ішкен соң көлік айдамайын деп өзім айттым, апарып тасташы деп. Дария менің жанымда отырды. 8 бөлім. Сұлтан анасының не айтқысы келгенін бірден ұқты. Дарияның сыланып қыздай боп шыққанын сол кезде ақ жақтыртпады. Келген соң айтқаны мынау, қатыныңа ие болмай деп. Анасымен сөзі жараспайтынын білген Сұлтан үнсіз орнынан тұрып кетті. Ернін сылп еткізіп, мұрнын шүйіріп анасы сыбырлап, қатынжанды бола қалуын. Жұрттың балдары шешемде бөліп қалады. Бұл сорлы қатынның соңынан ерген сорлы болды ғой, деді. Осы күннен бастап Сұлтан шынымен ойлана бастады. Дарияның әр жүрген жүріс-тұрысын бақылап, сәл күліп қалса неге күле бересің деп, біреуге жауап берсе неге оған сызылып сөйлейсің деп миын жейтін болды. Үй ішінде де көйлеген өзгертсе кім үшін киініп алдың деген сынды болмайтын майда сөздерімен ұрыс бастап кететінді шығарды. Алғашында түсінбей күліп қана қоятын Дария соңғы кездері тіпті шыдай алмай қабағын шытып сөз қайтарды. Сұлтан, саған не болған? Мына қызғанышыңа жол болсын. Мен сыртқа шығып немесе көшеде біреумен күліп сөйлессем мейлі екен, енді үйде де күлмей жүру керек пе? Түсінбедім мына қылығыңа. Енді қалай жүрем? Ұрысып қалған адамға ұқсап көңілсіз жүремін бе? Менің табиғатым ондай емес, білесің ғой. Ашық жарқын, көңілді жүремін. Сол қалпымда ұнаттың емес пе баяғыда? Енді ұнамайды маған. Көрінгенге ыржаңдай бересің. Ал жарайды дегенің болсын. Күлмей жүрейін онда, деді де қабағы қатулы күйде өз тірлігіне кетті. Кешке дейін томсырайып ешкімге тіс жармастан жүрді. Енесі де сезген шамасы. Мынаған не болған? Қабағынан қар жауып жүр ғой бүгін. Сол жағымен тұрды ма, деді кешкі асты шер алдында. Мазасы болмай жүрген шығармам деп қызы тыйып тастады. Сұлтан кешкі асқа үнемі қалмай келеді. Әкесінен өткен мінезі ме, әлде бала кезден үйренген соң ба, әйтеуір дастархан басына міндетті түрде уақытылы жиналады. Бүгінде уақытында келіп енді отыра беріп еді. Немене бәрің үйін түйін боп жүрсіңдер? Не жақпай қалды, деді анасы. Кім олай жүр? Менің көңіл күйім тамаша, деді баласы күлімсіреп. Сіздерге керемет жаңалығым бар. Бастық мен оң қол етіп тағайындады.
Яғни ертеңнен бастап орынбасарлық қызметке ауысамын. 9 бөлім. Мынауың керемет жаңалық қой. Қатыныңа айтпағансың ау шамасы деген Әлима апа көзімен келінін көрсетті. Иә, бәріңізге дастархан басында айтуды жөн көрдім. Кіріп шығып естіп жүрсе де, Дария ләм-мим деп аузын ашпады. Тамақ ішіп отырып та бір күлімсіремеді. Бөлмесіне кіріп төсегіне қисайды. Артынан кірген Сұлтан. Менің қызметімнің көтерілгеніне қуанбайсың ба? Құтты болсын демедің ғой деді. Оны айтып күлсек те, бәлеге қалатын сияқтымын ғой деп іштей тілекші болып қоя салдым деді келіншегі бұртиып. Енді олай жүр демедім ғой. Қалжыңдадым, қойшы енді томсыраймай. Қалжыңың бар болсын сенің. Екі жастың әңгімесі қайта жарасып күліп ойнап оны-мұны әңгіме етті. Бір күні аяқ астынан үйде ешкім жоқ кезде, көрші ауылдағы алыс ағайынның баласы келді. Келесі айда той бермекші екен. Шақыру қағаз алып келіпті. Сұлтан жұмыста, қайынсіңлісі оқуына кетті. Енесі кемпірлермен жиылып гәп ойнайды. Соған кетті. Амалсыз жалғыз өзі шәй бермекші еді, рахметін айтып наннан үлкен емеспін деп бір үзіп алып кетті. Тіпті үйге де кірмеді. Дария кешке дастархан басында бәрін баяндап берді. Шақыру қағазын әкеліп енесіне берді. Ешкім оған көңіл аудармады. Бұйырса барармыз деп қоя салды. Тек Сұлтанның іші қылп ете қалды. Себебі ол үйдің кіші баласы тым қызқұмар, жылтыңдаған жігіт болатын. Ішінде қызғаныштың оты лап ете қалды. Ешкімге білдіргісі келмегенмен көзінен бәрі көрініп тұр еді. Тіпті ас батпай, шаршап тұрмын да сылтауратып бөлмесіне кетті де, ол жерге де сыймай айқайлап Дарияны шақырды. Ішіп отырған тамағын қоя салып орнынан тұрған келіншек асыға басып бөлмесіне кірді. Ау! Аты кім келген баланың? Білмеймін, сұрамадым. Өтірік айтпа. Сұрамауың мүмкін емес. Жындысың ба? Оның атын сұрап нем бар? Көзі көк сары бала еді. Түрінде жаттап алдым деші, иә. Саған не болған? Жын ұрды ма? Мен сөйлескен жоқпын мүлде. Үйге кірген жоқ. Қағазды берді, бәріне сәлем айтыңыз деді. Нан ауыз тиіп кетті. Ол үндемей кетуі мүмкін емес. Оны беске білем. Жыртыңдаған біреу. Күліп сөйлесең қағынбай кетпейді. Тыныш жүр. 10 бөлім. Осы оқиғадан соң Сұлтанның мазасы қашты. Неге екенін өзі де түсінбейді. Дарияның қылықтары көзіне басқаша көрініп тұратын болды. Тап бір ішіне жын кірген адамдай келіншегі күліп сөйлесе бітті, қабағы қатуланып жұдырығын түйіп отырады. Кейде маған не болды өзі? Ол бейшара үйден шықпаса, ешкіммен тілдеспесе, неге оны кінәсіз жазғырамын деп өзін-өзі басады. Бірақ көп өтпей қайтадан өзіне миына ие бола алмай қалады. Осылай жүргенде Сұлтанның қайын жұртында үлкен той болатын болды. Қайынағасы баласына сүнде той жасап жатыр. Бір-екі күн бұрын қыздарын жіберуді өтініп құдағиы хабарласты. Сұлтан амалсыз келісті. Жібермеймін деуге ұялды ма кім білсін. Ертең жолға шығамын деген күні түнімен Сұлтан келіншегінің миын жеп ұйықтатпады. Барғанша хабарласып отыр, телефоның сөніп қалмасын. Көліктің нөмірін жазып жібер. Ешкіммен сөйлеспе. Күліп сөйлеме. Осы сөздерден мезі болған Дария. Жарайды дедім ғой, неге қайталай бересің Сұлтан? Уайымдама, сенің бұл мінезіңе үйреніп те қалдық қой деді домаланған ішін ұстап. Менің мынадай туайын деп отырған түріммен қалай қызғана бересің түсінбейім осы деп күлді. Қатын көшеге шықса бұзылады. Қайдам еркек үйден 40 қадам шықса деген бар еді, өзіңе бұрайып алыпсың ғой мына мақалды. Көп сөзді қойда айтқанымды істе. Жарайды. Ертеңіне келіншегін шығарып салған соң миына неше түрлі харам ойлар келіп, бекер жібердім деп бармағын тістелей берді. Жын соққан адамдай ерсілі-қарсылы жүре бастады. Өзін-өзі қолға алар емес. Біресе өзіне басу айтып, Дария ондай келіншек емес дейді. Біресе не істеп жатыр екен дейді. Ақыры болмаған соң қоңырау шалды. Алло. Ау Сұлтан. Қайда жеттіңдер? Біз енді шықтық. Неге? Бағана көлікке міндіңдер ғой. Иә, бірақ адам толуын күтті. Енді жүрдік. Сен не істедің осы уақытқа дейін? Отырдым осында.
Сусын алдым магазиннен. Сатушы еркек па, әйел ма? Ой, қойш сұлтан осындайыңды. Еркіс екен үлкен. Тыныш жүр деді тағы баяғы әдетіне басып. Жарайды деді сөз таластырғысы келмей Дария. Төркініне жеткенше 5-6 рет ақталып, телефонда отчет тапсырған Дария түтіп кетті. Соңында шыдай алмай кетті. Жалғасы бар.